Қайырлы кеш, ардақты ағайын. Арнада мезгіл мәселесі хабары біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бүгін біздің студиямызда қонақта жаңа адамдар жастар қозғалысының Қызылордадағы лидері Мөлдір Нұрланқызы және дәл осы жастар қозғалысының баспасөз хатшысы Гүлзира Қонысқызы. Құрметті қонақтар, студияға қош келдіңіздер. Жалпы енді жаңа адамдар жастар қозғалысы жаңа эфирден тыс өздеріңізбен сұхбаттастық. 2022 жылы президенттің бастамасымен құрылғанын білдік. Енді бірінші сұрақ, бұл жастар қозғалысының негізгі миссиясы, мақсат мүддесі қандай? Және де қазіргі таңда қанша мүшесі бар? Білуімізше студентсіздер, қатарларыңызда тек студенттер енгізіле ме, әлде өзінің жүрек қалауына байланысты азаматтар кіре берсе бола ма? Жастар сіздердің қатарға қосылу үшін не істеу керек? Жаңа айта кеткенімде, ең алдымен жастар қозғалысына қосылу үшін бізде идеологиямен таныстырылатын болады. Осы идеологияда біздің нақты мақсаттарымыз көрсетілген. Осы мақсаттар бойынша өздерінің бойындағы қасиеттерді дамытып, былай келгенде әрбір азаматтың өзінің профилі болады. Сол профильде бізде осы білімге деген құштарлық, өзіне деген сенімділік, жарқын болашаққа деген сенімділік, өзін дамыту, яғни осы качестволарды, осы қасиеттерді, дағдыларды дамыту арқылы осы жастар қоғамдағы мәселелермен айналыса алады. Дамыту арқылы? Дамыту арқылы. Идеологиямен таныстырылады. Қалай дамыту? Былай ғой, біздің жаңағыдай жастар қозғалысына қызыққан кез келген жас бірінші біздің кампусқа келеді. Жастарымызбен танысады. Кампус бізді Қызылорда қаласында Мұстафа Шоқай көшесі 82 мекен жайында орналасқан. Сол жерге келіп, бізбен танысып, идеологиямен танысып, біздің дүниетанымызбен танысып, солай бірінші таныстық жүреді. Одан кейін әрі қарай бізде азаматтық науқан бар. Азаматтық науқан ол елімізде болып жатқан белгілі бір мәселелермен күресу. Яғни жайдан жай қозғалыс емес қой. Мысалы, бізде негізгі басты мақсатымыз да осы. Жаңа адамдардың басты мақсаты бұл сана өзгерісі. Бірінші адам өзінің санасын өзгерту керек деген секілді. Кез келген жас өзінің санасын өзгерту арқылы өзінің болашағына кепіл бере алады. Сол себептен ең түпкі мақсатымыз сананы өзгерту. Гүлзира айта кеткендей. Сосын әрі қарай уже сол азаматтық науқандармен танысады. Мысалы, ол жас үшін белгілі бір мәселе болуы мүмкін толғандырып жүрген. Сол мәселемен күресу бойынша өзі жаңадан азаматтық науқан ашса болады. Немесе біздің өзіміздің қозғалыста бар дайын азаматтық науқандарға ерікті ретінде қосылса болады. Мысалы, қандай мәселелер бар? Мысалы, үйілген қоқыстар болуы мүмкін, бұзылған қоғамдық көлік болуы мүмкін, немесе қыздардың құқығын қорғау, жағдай, балаларға қоғамдық көрсету, әлеуметтік желілерде неше түрлі нәрсе жазатындар бар, немесе жаңадай дүкенде мерзімі өткен тауарлармен күресу деген секілді. Сонымен жаңадай күресетін бізде азаматтық науқандар бар дайын. Соның ішіне мүше болып кіріп, өзінің әрі қарай қызығушылығымен жұмыс жасаса болады. Түсінікті. Әлеуметтік желілер деп қалдыңыздар. Енді ашығын айтай, алдын ала сұрақ дайындап өздеріңізге жібердік. Енді бұл сұрақтар міндетті түрде қойылады. Десе де сөз барысынан, әңгіме барысынан сұрақ туындата берейік. Құрметті қонақтар, әлеуметтік желі деп қалдыңыздар. Әлеуметтік желі қазіргі таңда кез келген жастағы қыз балаға да, ер балаға да ашық. Әртүрлі ақпарат көздері бар. Кейбір аға буын жастардың негативті көзқарастарының, негативті іс-әрекеттерінің пайда болуына әлеуметтік желіні кінәлап жатады. Десе де әлеуметтік желіде әртүрлі ақпараттар бар. Оның пайдалысын, адам болуға әсер ететін тұстарын іріктеп алу әрбір жастың өзінің қолында. Десе де қазір байқап отыратынымыздай әлеуметтік желілерде негатив өте көп. Өзіңіз айтып өткендей, қыз балалардың құқықтарының тапталуы, кәмелеттік жасқа толмаған қыз балаларға ұлы сөзде ұят жоқ, сексуалды қол сұғушылық әрекеттердің жасалу мәселесі, және де олардың ашықтан ашық көрсетілу мәселесі. Дәл осы бір проблемамен сіздердің жастар қозғалысы айналысып жатқанын байқап қалдық.
бұнымен айналысу өздеріңізге соншалық бір қауіп төндіреді деп ойламайсыздар ма? Қалай ойлайсыздар? айта берейін ба? Аха. Иә. Негізінен қауіп төндіргенде қауіп төндіруі мүмкін, бірақ біз барлығын заңды түрге жасағаннан кейін, заңды іс-әрекеттермен айналысқаннан кейін, бұл жақта бастысы осы жас қыздың өмірін сақтап қалу біз үшін үлкен бір жетістік болып саналады. Неге адам ондай іс-әрекетке барады біріншіден? Сол Жаман іс-әрекет жасап жатқан ол да адам, Иә. зәбір көріп жатқан ол да адам. Иә. Бірақ іс-әрекетті жасамас бұрын адам бірінші ойланады, мен не істеп жатырмын деп. Оның барлығы тікелей санаға байланысты. Жаңағыдай мысалы қауіп төндірмей ме дегенде, бұл біздің еліміз біздің болашағымыз, болашақ жастардың қолында. Егер біз бұлай іс-әрекетке көшпесек, бұлай жасамаса, қорқып бұғып қалсақ, кейін сонда бұны кім жасайды деген сұрақ туады. Және жаңа Мөлдір жақсы айтты, біз үшін қыздың болашағы, сәбидің болашағы, баланың болашағы маңызды. Біз қорықпаймыз, біз өзіміздің іс-әрекетімізді айқын білеміз, және жаңадай жәбірлеушінің іс-әрекетін айқын баяндаймыз. Ашық көрсетеміз. Ашық көрсетеміз. Ашық Бетін көрсетеміз. жаппайсыз, мен соны байқадым. Бетін жаппайды екенсіз. атын атаймыз. Аты-жөнін айтаймыз. Себебі плакатпен. себебі біз жалған бір ақпаратты көрсетіп жатқан жоқпыз. Бізде болған оқиғаны тікелейінен көрсетіп жатырмыз. Ал қорытындысын оны Халық береді өзі. Бұл бейжай қарайтын дүние емес. Болған проблема мәселе, ал оған бейжай қарау, әрі қарай ол мәселенің тоқтамауына, әрі қарай өсуіне ол себеп болады. Біздің іс-әрекетімізге де байланысты. Біз оған бейжай қарамаймыз, біз болды ма іс-әрекет көрсетеміз. Бұны феминизм деп атай аламыз ба? Жоқ, феминизм деп айта алмаймыз. феминизм емес. Тек әйелдерге ғана емес қой. Бізде әртүрлі мәселелер бар. Мысалы, біздегі азаматтық науқандармен таныстырып өтетін қазір кез сияқты. Бізде жаңа айттық, түрлі азаматтық науқандар бар. Соның ішінде мысалы тұмар азаматтық науқаны. Жаңадай қыздардың құқығымен күресу жөнінде. Одан кейін 124 балалардың, кішкентай балалардың әлеуметтік желіде не істеуіне, жаңағыдай әлеуметтік желілерде түрлі бейәдеп, бей сөздер жазу мүмкін, құрлау мүмкін деген секілді. 24 жобасы бізде қазіргі таңда әлеуметтік желі аса қатты дамығаны соншалықты біз жалған профиль жасап, осындай әлеуметтік педофилді ұстаймыз. Ол кісіні ұстаған сәтте жаңағы жас қыз немесе жас бала емес, біздің шымырлы белсенділеріміз барады. Осыған орай бізде бір кейс бар. Кейс деген ол бізде аяқталған іс-әрекет. Яғни жаңағыдай шешілген проблема болып табылады. шешілген мәселе ғой. Мысалы, жаңағыдай Астананың белсенділері әлеуметтік желіде жаңағыдай осындай байқайды. Содан әлеуметтік желіде 12 жастан төмен бір қыздың профиліне 20-дан асқан ер азаматтардың көптеген хабарламаларын, жаңағыдай бейәдеби сөздерін байқайды. Содан бұл уже білдіреді, біздегі қоғамда бар мәселе. Оған жаңағыдай бейжай қараудың керегі жоқ. Бұл кейс туралы негізі Астана, Алматы қалаларының әлеуметтік желілерінен бақылап қарауларыңызға болады толығырақ. Біздің Қызылорда қаласында да біз осы бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Біздің қаланың жастары да, яғни жаңа айтып өттік, қосылуға болады, қатарымызға келуге болады. Егер өзінің болашағы үшін қазірден санасының өзгерісімен айналысатын болса, біздің құшағымыз ашық, әрдайым келіп, танысып, жаңағыдай мәселелермен бойынша танысып, немесе өздерін мазалап жүрген мәселелер болатын болса, сол мәселе бойынша өздеріне азаматтық науқан ашып, басқа да азаматшаларды өздерінің қатарына тартса болады. Бұл белгілі бір бейресми қозғалыстардың өріп кетуіне себеп болып кетпей ме? Бұл мысалы азаматтық науқан ашылар алдында барлығы міндетті түрде тексерістен өтеді. Ол үлкен өте жұмыс. Оның артына жаңағыдай мәтін жазу, кейстардың артындағы үлкен еңбек, сценарий жазу, оны халыққа жаңағыдай көретіндей етіп қызықтыру деген секілді. Оның барлығы кәдімгідей жұмыс. Бұның барлығы енді елімізде болып жатқан жағдай болғаннан кейін қалай бар солай екенін көрсету керек. Біз халыққа ол
Жаңағыдай оның барлығы жұмыс. Мысалы, азаматтық науқан ашылатын кезде де қарайды, қандай мәселе, онымен күресу барысында қандай жұмыстар жасалынады, Олжас неге бұл мәселені таңдады деген сияқты. Ол мәселенің шешу жолы заңды түрде ма? Осының барлығын қауіпсіз ба? Осының барлығын тексеріп барып ашылады. Және тағы бір айта кететін жайт, азаматтық науқан ашпас бұрын бізде жаңа адамдар жастар қозғалысы тікелей мәселенің өзімен күреспейді. Мәселенің туындау себебінен жаңағыдай негізгі мәселе ол ойлау, жаңағыдай сана. Яғни сол сананың қателігін анықтаудан басталады азаматтық науқан ашу. Сана қисысыздығы деген бар, соны анықтайды. Не үшін бұл мәселе шығып жатыр? Мысалы, мерзімі өткен азаматтық науқаны бар, дүкендерде мерзімі өтіп кеткен тауарларды сату. Жарайды, бізде бұл мәселе қалай шешіледі делік. Анықтадық, дүкенді жауып тастар, немесе айыппұл салар делік. Бірақ онымен мәселе шешілмейді ғой. Ол әрі қарай жалғасады. Басқа дүкен мүмкін жалғастыру мүмкін. Ол сол дүкенді ашқан кездегі, немесе тіпті оны алған адам да оны қарамайды, мүмкін лақтырып жіберуі мүмкін, немесе ақшамды қайтарып бер деп айтуы мүмкін. Шешілуі уақытша ғана да. Сол жерде тоқталып қалады. Ал әрі қарай оның жалғаспауына ешкім кепілдік бере алмайды. Сол себепті ол мәселенің туындаудағы негізгі ой сана қайдан шықты? Біз бірінші соны анықтаймыз. Азаматтық науқан ашар кезде. Не үшін ол ашты? Ол дүкен иесі не үшін олай ойлайды деген секілді. Не себеп болды? Соны бірінші анықтайды, ол тексерістен өтеді, содан кейін егер барлығы рұқсат берілсе, анықтау процесс сонда ол жоба жүзеге асам деген жүре ме, жүзеге бірінші ашылу керек қой азаматтық науқан ретінде. Азаматтық науқан ретінде бекітіледі. Содан кейін уже поэтапно жұмыстар жасалу керек. Оны әрі қарай негізі егер қызық болып жатса, біздің кампусымызға келіп білдесе болады. Біз міндетті түрде көмектесеміз, қолымыздан келген барлығын жасаймыз. Кез келген жастарды құшақ жай қарсы аламыз. Иә, құрметті қонақтар, дұрыс айтасыздар. Сіздердің кампусқа барып толыққанды ақпарат алуға болады. Десе де дәл осы эфирді пайдаланып, өздеріңізден толыққанды ашық сұрап алғым келіп тұр. Жаңа айтып өттіңіздер ғой. Ол дүкен иесінің болмаса сатушының, енді ол жерде дүкен иесі ғой, затта да қабылдап алатын дүкен иесі, әрі қарай сауданың жүргізуін қамтамасыз ететін барлығын. Не үшін барғандығын анықтау дедіңіздер де. Сол анықтау науқан ашылған сәттен бастап процесс сол кезде жүре ме, әлде сондай дүкен анықталып болғаннан кейін белгілі бір сөйлесу, сұхбат барысында белгілі бола ма, қалай болады деген? Айта кететін болсам, негізінде біз бірінші рейд жүргіземіз. Қызылордада осы мәселе актуалды ма? Яғни осындай мәселе болып жатыр ма? Мысалға, актуалды емес мәселені біз Қызылорда қаласында жүзеге асыра алмаймыз. Өйткені, былай келгенде қазір инфраструктураның да дамуы да қарқынды түрде өтіп жатыр. Сол сияқты. Дәл сол рейд жүргізгеннен кейін біз процентное соотношение жасаймыз. Осындай бар, осындай магазинде бар деген сияқты анықтап барып, уже әрі қарай азаматтық науқанның жұмысына тікелей кірісе беруге болады. Түсінікті. Жалпы енді жастардың ой санасының өзгеруі, әділетті Қазақстан құру идеясына атсалысуы, өзінің бір азаматтық позициясын паш етуі, бұл қазіргі таңдағы жаңа Қазақстандағы орын алып жатқан дүние емес қой, өздеріңізге белгілі. Кезіндегі алаш қайраткерлерінің де, алаштықтардың құрамында болмаған қазақ қамын ойлаған азаматтардың да, жас буынның да негізгі идеологиясы осы болды. Қазақ қоғамы, ол кезде қазақ қоғамы деп аталды. Қазақ қоғамының дұрысталуы, аяққа тұру мәселесі, оң көзқараста өмір сүру мәселесі дегенде бұны дәл сіздердің қозғалысты осы бір салынып біткен сара жолдың жалғасы деп айта аламыз ба? Әлде бұл мүлде бөлек дүние ме? Негізінде былай келгенде біз өзіміз қазаққа жанымыз ашымаса ешкім ашымайды. Біз өзіміздің болашағымызды өзіміз ойламасақ, ешкім біздің болашағымызға кепіл бере алмайды. Негізінде былай келгенде сіз айтып отырсыз,
ұқсайды ма деп. Жоқ, соның жалғасы деп Жалғасы. айта аламыз ба, әлде бұл мүлде бөлек дүние ме? Жалғасы дегенде біздің жаңа айтап өттім ғой, біздің басты мақсатымыз ол мәселемен күресу емес, сананың өзгерісі. Барлығы жасайтын адамдар, іс-әрекетті де жасайтын адамдар. Просто болып жатқан мәселелерге адамдардың көзқарасын өзгерту, ол мәселені жасап жатқан адамдардың санасын өзгерту, және біз оны біреуге үйретпейміз. Біз оны бірінші өзімізден бастаймыз. Өзіміз жасаймыз, өзімізге керек болса, біз барлығын бірінші жаңағыдай өзіміз жасап, көрсетіп, солай ғана іс-әрекет жасаймыз да. Яғни идеологиялық тұрғыда біз бірінші сананы өзгерту мәселесі. Иә, сананы өзгерту бірінші өзінен басталады. Жаңа әділетті Қазақстанды құру барысында сананың өзгерісін өзінен бастаған жастар ғой. Иә. Бізді солай атасаңыздар болады. Түсінікті. Жалпы енді лидер, баспасөз хатшысы, қалай анықталады, қалай белгілі болады, қалай таңдалады лидер? Ол былай келгенде айта кетсем, менің лидер болғаныма ұзақ уақыт өтпеді. Өзім ноябрьде сайландым. 2024-тің қараша айы. Иә. Солай, Қараша айында. 2024-тің қараша айында бекітілдім. Былай келгенде лидер болу, это орысша айтсам болмайды, иә. Лидер болу өзіне көп жауапкершілікті алу. Осы азаматтық науқандардың өзіндік бір жұмысын бірінші эксперт ретінде бақылап, тексеріп, жүзеге асыруға көмектесу. Лидер болу, осы жаңа адамдар жастар қозғалысындағы қаншама Қызылордадағы азаматтардың басын түгендеп, олардың осындай қауіпсіздігіне, белгілі бір кейстердің орындалу барысында, олардың жеке меншік қауіпсіздігіне барлығына осы лидер жауап береді. Жоқ, лидер қалай анықталады, қалай тағайындалады? Бір азаматтар ұсыныс жасай ма, әлде өздеріңіз ұсынасыздар ма, қалай? Негізінде басында мені ұсынған тұғын, маған дейінгі лидер. Осылай, осы кезге дейін мысалға кез келген адам өзінің жауапкершілігімен, басқа да бір құндылықтарымен көзге түседі ғой. Сол көзге түскен шығармын енді, осылай. Негізі біздің қозғалыста біреуді тағайындау, біреуге баға беру деген секілді нәрселер мүлдем жоқ. Егер сенің бойыңдағы өзіңнің қабілетіңе сенімдісің ба, сенің қолыңнан бір іс-әрекет келеді ма, қош келдің. Сен біздің қатарымыздасың. Сенің қолыңнан қандай іс келеді, соған байланысты келе берсең болады. Мысалы, Мөлдір, лидер. Мөлдірдің бойында көшбасшылық қасиет дамыған. Өте оқыған, білімді, барлығын басқара алатын бойында қабілет бар. Барлығын жасай алады. Қабілетім деп айтайын. Соған байланысты мен өзім қызығушылық таныттым. Соған байланысты жаңадай ұсыныс тастадым деген секілді. Әрі қарай мен егер өзіме сенімді болып тұрсам, жаңадай мен болғым келеді. Деген секілді деп айтам. Мен болғым келеді деп айтам. Содан кейін ешкім оған қарсылық білдірмейді. Бастысы сен өзіңнің жұмысыңды жасап көрсете алсаң болғаны. Ешкім саған тағайындап олай қарамайды. Жаңадай азаматтық науқан ашатын болсаң да, сен тим лидер болу үшін мынандай қабілеттерің болу керек деп, сенікі бар екен деп тағайындау болмайды. Егер сен өзіңе сенімдісің ба, өзіңнің жасай алатыныңа жасағың келеді ма? Қызығушылығы бар ма? Соған қарай. Жаса. Не істегің келеді? Не жасағың келеді? Қандай мәселе мазалайды сізді? Жаса. Сені ешкім еш нәрседен шектемейді. Біздің жаңадай командамыздың басты ұстанатын ұстанымы осы. Бір сауал. Ыңғайсыз болса кешірім сұрайын. Біздің бүгінгі күнге дейін көріп келген әртүрлі жастар ұйымы мемлекеттік тапсырыспен немесе белгілі бір партиялардың жастар қанаты болып, құрылып, жұмыс жасап келді. Әлі де жұмыс жасап жатқандар бар. Аттарын атамай қояйық, атамасақ та белгілі. Сіздердің жастар қозғалысының жалпы қорғаушысы, сіздердің сөздеріңіз сөйлейтін, сіздердің түрлі науқандарға дайын болуларыңызға белгілі бір деңгейде қаржы керек болатын болса,
соның барлығын ұйымдастыратын азаматтар бар ма, әлде оның барлығын өздеріңіз ұйымдастырасыздар ма, жаңағы еріктілер секілді? Қалай болады? Бізде қайдан айтам, жаңа адамдар жаңа әділетті Қазақстанды құруды өзінен бастаған жастар. Бізде қандай да бір кейстарды жасау үшін белсенділер өздері жасайды. Олар суретті де өзі салады, мәтінді де өзі жазады, керек ақпаратты да өздері іздейді, рейдке шығу керек болса да өздері жасайды. Және бұл кейстарды жасау үшін белгілі бір деңгейде қаржылай шығынды қажет етпейді. Және мемлекет бізді қаржыландырмайды. Осы орайда жаңағыдай науқандарға қатысты өзінің еліне, болашағына бейжай қарамайтын, біздің дүниетанымымызға жақсы көзқараспен қарайтын жеке немесе қазір мемлекеттік кәсіпкерлер қолдайды. Ол азаматтардың қолдауына ие болу үшін өздеріңіз белсенділік танытасыздар ма, әлде ол азаматтар өздері естіп, біліп келіп, сіздерге қолдау көрсетіп жатыр ма? Өздері біліп дегенде, біз ешкімнен ештеңе етіп күтпейміз, ешкім ештеңе айтпайды. Біз өзіміз жасағымыз келіп тұр ма, жасаймыз. Бізге көмек көрсеткісі келетіндер үшін біз қарсылық танытпаймыз. Ешкімнен ештеңе олай сұрамаймыз да. Түсінікті, яғни, жаңа Қазақстан бұл жаңағыдай ғой, масылдық дейді ғой. Сен бірдеңе жасауың үшін біреуден бірдеңе күтіп қажет емес. Бізде жаңа Қазақстанның жаңа жастары масылдықты еңбекқорлық пен білімділікке, кәсібилікке ауыстырады. Масылдықты іскерлікке ауыстырады. Осы қасиетті ауыстыру арқылы ол барлығын өзі де жасай алады. Сенің де дәл сондай адамсың ғой. Аяқ қолың барлығы жасап тұр, басың барлығы жасайды, шүкір. Әрі қарай іс-әрекет. Тек қалау болса болды, қызығушылықпен. Бізден де ешқандай жаңадай шектеу болмайды. Жаса, қалайсың ба, жаса, көрсет. Қабілетің бар ма, істе. Енді ешқандай айып етпейсіздер. Жоғарыда айтқанымдай, біз бұған дейін сан түрлі адамдармен сұхбаттастық. Жастар көшбасшысы болып жүрген азаматтармен де сұхбаттастық, жастар орталықтарының директорларымен де сұхбаттастық. Түп тамырына келгенде жаңағыдай міндетті түрде мемлекетті қолдау керек. Қаражат құйылып тұру керек, оның айлығы болу керек, барлық жаңағы ұйымдастырылатын шараларға қаржысы бөліну керек. Ал сіздердің идеология, сіздердің мына қоғамға деген көзқарастарыңыздың мүлде бөлек екендігіне мен жасырмай таңғалып отырмын. Енді жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Расымен де әрбір тек Қазақстанның ғана емес, кез келген мемлекеттің болашағы, ойы, идеологиясы, кешірім сұраймын, мақсат мүддесі мемлекеттің егемендігінің, тәуелсіздігінің мәңгі болашағының баянды болуын көздейтін жастардың қолында ғой, расымен. Жаңағыдай тырнақшаның ішіндегі жастар лидерлерінің қолында емес. Көптен көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп, жұмыс аптасының соңында арнайы келіп, өздеріңіздің жалпы мақсат мүдделеріңізді, миссияларыңызды таныстырғандарыңызға алғыс білдіреміз. Рахмет сізге. Ардақты ағайын, құрметті телекөрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау, бай, қуатты болыңыздар. Отыра тұрамыз, қозғалмайды.